Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bauırlar, Qur'on alifbesi sabaqlarining kezekli sonuna qo'sh keldingizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi o'tadigan taqribimiz tanvin deb ataladi. Tanvin deganimiz ne? Negizinde tanvin tek qana ism so'zlarning so'ngida qo'llaniladigan tangba deydi. Bizler sözün sonunda bolsun, adette 3 harakat kullanamız. Fetha, kesra, damma. Alayda осы fethaga qo'shilgan ikinci fetha, qo'shilgan ikinci kesra, kersinche yazgan ikinci damma qo'shilganda осы harakatlarda уже fetha demeydi, tanvin fetha, tanvin damma, tanvin kesra deydi. Negizinde tanvin degenimiz mına ikinci harakatlarımız sukundu nundu bildiredi. Alayda сөзді жазғанда әрбір есім сөздің соңына осы нунды суkundu қойып отырудың орнына, ол нунның орнына tanvinді екінші дәйекше ретінде қоя салады сөздің соңына. Сондықтан хамза егерде сөздің соңында тұратын болса есім сөздің үстінде фатха бар, бірде екінші дәйекше фатха ән деп оқимыз. Ән, бән, бән. Мұнда мына мәселеге де мән берейік. Мынандай дөңгелек тәмен аяқталмаған есім сөздерде, әдетте тәнвині бар есім сөздерде, әсіресе фатха, тәнвин фатха қойылған кезде мынандай әліп деп қосылады. Бұл созу емес, бауырлар. Сіздер бұрынғы сабақтан білетіндей, негізі мына бә дейтінбіз мына жерге. Егерде оны әліппен созатын болсақ, бә дейтінбіз. Ал мынау созу емес. Тек қана тәнвинді көрсету үшін қосылған әлif бұл. Тәнвин үшін келеді. Харакатсыз мәтіндерде мына әлифтен біз ол сөздің табыс септігінде тұрған, яғни мәнсуп болғандығын білеміз әдетте. Бән, яғни бән деп ұзатпаймыз бұл жерде. Бән, тән, тән, жән. Бұл жерде әшін біздерді кішкене үйрету үшін қойып отыр, әйтпесе мұндай сөздер жоқ, иә? Есім сөздердің соңында келеді көбіне дедік. Төменде мысалдардан қараймыз иншалла. Ән, бән, тән, тән, жән, хэн, хан, дән, зән. Ран, зән, сән, шән, сан, дан, тан, зан, ән, ған. Кәдімгі әріптерге ән, а деудің орнына ын қосып айтамыз. Мысалы, бә демейміз бән, тә демейміз тән деген сияқты ғой. Фә деудің орнына фән, қан, кән, лән, мән, нән, уән, һән, йән. Егер де бұл әріптер есім сөздің соңғы әріптер ретінде тұратын болса, осылай оқылады. Кесрамен келген жағдайда ешқандай яй, әлиф ешқандай қосылмайды. Ин, бин, тин, фин, джин, хин, хин, дин, зин, рин, зин, тин кәдімгі әріптер ғой. Шин, харакатта бар. Сы, ны қосады. Сын, бин, тын, вин, айн, ғин, фин, қин, кин, лин, мин, нин, уин, хин, ин. Біраз тез оқу себебіміз ілгеріде иншалла сөздердің соңында келгенде біраз назар аударуға тырысайық. Мұнда әріптерді дұрыс білсеңіз, а, и, у харакатын соңына еще нунды қоса отырып оқисыз деген сөз. Фин, қин, кин, лин, мин, нин, уин, хин, ин. Мына қатарды оқыдық па? Айн, ғин. Онмен келгенде он, бун, тун, сун, джун, хун, хун, дун. О қалың жіңішке оқылатынына да мән береміз. Зун, рун, зун, сун, шун, сон, дон, тон, зун. Сақау қалың, сақау жіңішке болатын. Зун, лун, ун, ғун, фун, қун, күн, лун, мун, нун, вун, ғун, юн. Енді мына сөздердің соңында мына сөз үшеуі де бір сөз ғой негізінде. Алайда біреуі атау септігінде, біреуі лек септігінде, біреуі табыс септігінде тұр. Негізі тәнуин белгісіз есімдердің соңында келеді. Бірақ белгілі есімдерінде соңында келетін жағдайлар бар. Көбіне белгісіз есімдерде. Саубан, саубан, саубин, саубин,
Саубун. Саубун. Мына қызыл мен қойған себебі тек қана ән болған кезде ғана әлif қосылады. Дөңгелек т жоқ болса соңында сөздің. Негізгі сөз мынау ғой, сөздікте беретін. Саубун киім деген сөз. Саубун, саубин, саубан. Фаутан, фаутин, фаутун, фаутан, фаутин, фаутун. Лейтан. Енді аралас сөздер. Лейтан, фаujin, лаухун. Біреуі ән, біреуі ин, біреуі он. Алайда үш түрлері бе. Лейтан, фаujin, лаухун. Фарқан, фарқан, طودин, طودин. عوذ, عوذ. قتلت. فرقا, طود, عوذ. دورا, فوز, قوس. دورا, دورا. فوز, فوز. قوس, قوس. جنشكي سون بقلبين. عرشا, عرشا. عرض, عرض. ضن. حوض, حوض. صوتا, صوتا. غيظ, غيظ. غيظ. شرع, فرغا, شرع. فرغا. خوف, شوق. دركا, حول. نوم. لونا, دلو. شره. مقتا, نعمة. شكورا. дөңгелек т келген екен мұнда. Қайталайық. Хауфин, шауқун, даркан, хаулин, наумун, лаунан, дәлуин, шархун, мақатан, ниъматин, шукуран. Тек есім сөздерді қайталап өтейік. Мына әріптерді өздеріңіз біраз жаттауға тырысыңыздар. Саубан, саубин, ثوب. فوتا, فوت. فوت. ليثا, سقو. ليثا. فوج. لوح. فرقا, قومية. فرقا. طود. عوذ, سقو. عوذ. دورا. فوز. قوس. عرشا, عرشا. عرض, عرض. عرشا, عرض. حوض, حوض. صوتا, صوتا. غيظ, قلن. غيظ, غيظ. شرع, فرغا. خوف, شوق. دركا, حول. نوم. لونا. دلو. شره. مقتا. qalqalaman o'qiymiz, ilgari o'rgatamiz. Maqtan, ni'matin, ni'matin. Shukuran, shukuran. Осымен бүгінгі тәнвинге арналған сабағымыз аяқталды. Келесі сабағымызда біз тәнвин қоса шадда қоса тәнвин, яғни алдыңғы сабақта біз шаддан өткен болатынбыз. Тағы да сөздің соңында, есім сөздердің соңында тікелей оқып үйренетін боламыз, иншалла. Раббым Құранды тездетіп оқып үйренулеріңізді жеңілдетсін. Үнемі Аллахтан жеңілдетуін сұраңыздар. Және де еңбек. Бұл еңбектердің босқа кетпейтіндігін үнемі үміт етейік. Раббым сауаптан жазсын. Жақсылап оқып үйренуді, үнемі оқуды, және де мағынасына үңіліп, онымен ықыласпен амал етуді Раббым баршамызға жазсын. Аллаға аманат болыңыздар. Келесі сабақта иншалла кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.